Венесуэла аруы атанғым келеді дедім. Байғұс анам мені шынымен де есінен ауысты деп ойлады. Әкеме мұны айтқанын өтіндім. Бір-екі күннен кейін мені қонақ үйге әкелді. Ол жерде сұлулық байқауының бірнеше ұйымдастырушылары отырды. Арт-директор менің өзімді көрсетіп залда жүріп шыққанымда қалады. Мен мұны мүлде күтпеген едім. Қозғала алмай орнымда тұрып қалдым. Ал әкем ашуланып тұрса да жымиған еді. Сонда олар суға түсетін киіммен шыққанымда қалады. Әрине, менің дене бітімім сымбатты болды, бірақ кішкентай тыртықтар көп еді. Әрі жігерлендірді. Арт-директор маған Крис Сайберг секілді UFC күрескері бол деді. Бұл қорқынышты адамды бәрі білетін. Бұдан әкем де ренжіп арт-директорды орнына қойды. Осы жерден бәрі мен сынауды тоқтатып бренди ішуге кетіп қалды. Анам тіпті маған жақындауға да батыл жетеді. Мен бір түрі қорқынышты чупакабраға ұқсап тұрдым. Бірақ мен өзімді UFC күрескері сезініп өзгелерге бәсекелес бола алдым. Бұдан кейін киімді ауыстырып залға қайтып келсем, үлкен жастағы бір әйелдің отырғанын көрдім. Ол маған қызығып қарап отырды. Мен орындыққа отырдым да сылқылдатып сусын іше бастадым. Сен ешқашан Венесуэла аруы бола алмайсың деп кенет тіл қатты. Мен ішіп боламын, көресіздер әлі дедім. Ол қайталап, қызым, сен мына ауруыңмен ешқашан Венесуэла сұлуы бола алмайсың. Мен оған ашулана қарадым. Бірақ ол менімен емес басқа біреумен сөйлескендей болды. Ол байсалды сөзін жалғастырып, жас кезінде осылай анасы айтқанын мәлімдеді. Бұл сеньора Меладис ханым екен. Меладис ханым жас кезінде остеоартритпен ауырып, ата-анасы арманнан бас тартуын қалаған екен. Соңында бұл дерт асқынып, ақсаңдап жүретін болыпты. Ал қазір менің қандай ынтамен арманыма талпынғанымды көріп, қызғанып отырғанын жасырмады. Маған мекен жайын беріп кеңсесіне шақырды. Менің арманыма жетуім үшін көмектесетінін айтты. Бұның құны қанша деп сұрап едім, менің жеңісім оның ақысы болады деді. Оның көздерінен мейірім көрінді. Сеньора Меладиспен өткізген сабақтарымды құпияда ұстадым. Ол мейірімді, бірақ талабы жоғары әйел еді. Ең бірінші менімен дұрыстап әңгімелесті. Сосын 3 айға сабақ кестесін құрдық. Мен хореография мен шейпингпен айналыстым. Актерлік сабақтарға бардым. Ал ең бастысы, ол мені өте жақсы психологпен таныстырды. Бір айдан кейін менің қорқынышты күндерім толықтай аяқталды. Өзінің ауруына қарамастан Меладис ханым ылғи мен сабақтарыма қатысатын. Сіздерде денеңдегі тыртықтарыңмен не істедің деген сұрақ туындайтын шығар? Иә, бұл біз үшін де ең маңызды сұрақ болды. Меладис бір қызықты адамды шақырды. Ол бір құрал саймандарымен және көмекшісімен келді. Олар маған бұрынғы африкалық тайпалардың ерекше дәстүрлері жайлы айтып берді. Қысқаша айтқанда, денеде тыртық қалдыру. Маған денелерінде және беттерінде әдемі өрнек бейнеленген көптеген суреттер көрсетті. Олар үлкен-үлкен тыртықтардан құрастырылған. Менің мінезімді біліп, Меладис ханым дәл осы тәсілді таңдаған екен. Сұлулығымды қайтарудың жалғыз жолы осы еді. Бұл килоидты деп аталатын тәсіл бірнеше сағатқа созылды. Соңында ұсқынсыз тыртықтардан әдемі сурет шықты. Алайда олар толықтай тек 2 айдан кейін жазылып, тұтас көрікті суретке айналды. Содан кейін танымал дизайнер менің стиліме жұмыс жасады, ал басқа шеберлер сырт келбетімді ретке келтіріп мені өзгертті. Өзімді танымай да қалдым. Хас сұлудың өзі болып шықтым. Сосын мен басқа сайыстарға қатысып, төрешілердің көздеріне түсе бастадым. Осы жарты жылда басқа да байқауларға қатысу үшін лицензия алдым. Әрі қарай менің бағым жанды. Ал Меладис ханым үйінен сирек шығатын халге жетті. Ауруынан айыға алмай одан бетер нашарлай берді. Менің жетістіктерімді ата-анамды көріп қатты қуанды. Ал Венесуэла аруы байқауында жеңіске жеткенімде әкем үлкен кеш ұйымдастырды. Ол бүткіл достарына қол ұшын бергендеріне алғысын айтты. Ал олар болса тіпті арт-директор да бір-бірін сөзін бөліп, елдегі ең әдемі қыз екенін білгенмін. Әуел бастан-ақ Стефани Венесуэланың ханшайым екені көрініп тұрды деді. Ал Марта есімді әйел мен түні бойы сенің жеңіп шыққаныңды тіледім деп жарыса айтып жатты. Әкем бәріне ризашылығын білдірді. Ал сосын менің де иіліп алғыс білдіргенімді қалады. Мен жиналған қауымға қарадым. Олар өздерінің сөздеріне өздері сене алмай тұрды. Менің көзіме жас келді. Bir жағынан қуаныштың көз жасы, екіншіден бұл алғыстың кімге арналған білетін шығарсыздар. Мен көз алдымда мейірімді Меладис ханымды елестетіп басымды идім. Бұл тек сол кісіге арналған ризашылық.